Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі видео сабағымызда мына 0 бүтін периодта 9 және бір екеуі шын мәнінде тең бе, әлде басқалай ма екен? Сол жөнінде әңгіме қозғасақ. Мысалға, 0,9 бірге тең екені жөнінде мектеп қабырғасында бірнеше дәлелдемелер келтіріп жатамыз. Соның біреуін қазір ұсынып көрейік. Мысалға, 0 бүтін периодта 9 деп жатқанымыз, ол 0 бүтін және өтірден кейін шексіз 9 екенін бәрімізге белгілі шығар. Осылай шексіз кете береді. Жақсы. Енді осы сан бірге жақын екеніне бәріміз келсеміз, бірақ бірге тең бе ол? Сол туралы мысалы мектеп қабырғасында мынадай дәлелдеме келтіріп жатамыз. Яғни осы санды бір x деген әріппен белгілеп алсақ, яғни 0 бүтін өтір және 9 кетіп жатыр ғой, соның барлығын x деген әріппен белгілеп алсам, және сол екі жағында 10 деген санға көбейтсем, яғни екі жағы деп отырғанымыз бір жағын x айтып отырмын, және екінші жағын 0,99 айтып отырмын. Онда мына жағын 10-ға көбейтсем 10x болар еді, ал мына жағы не болады? 10-ға көбейтсем бір санға өтір жылжиды ғой, оны бәріміз білетін болармыз. 9 бүтін және 9 деп шексіз кетіп жатады. Осылай кете береді. Енді мына екінші жолдан бірінші жолды шегеріп тастасақ, екеуін бір-біріне шегеріп тастасақ, не болады? Яғни 10x-тен мына 1x-ті азайтамын, 9x болады. Және мына 9 бүтін және 9 деген саннан 0 бүтін 9 деген сандарды бір-біріне шегерсем қалай болады? Мына өтірден кейін 9-дар бір-бірінен азайтылып 0 болып қалады да, ал мына бүтін 9-дан 0 аламыз, 9 болып қалады. Келісетін боларсыздар. Және мына жерден қандай теңдік x-тің мәні не болады? Яғни 9 бөлу 9 ол 1-ге тең болады. Яғни x-іміз 1-ге тең болды. Ал біз баны x-ті не деп белгілеп алдық? 0 бүтін 999-ды x деп белгілеп алдық, ол 1-ге тең болып тұр. Яғни мектеп қабырғасында осындай дәлелдеу арқылы 0 бүтін периодта 9-ды 1-ге тең деп алып жатамыз. Және 9 жасқа келген кезде тағы да геометриялық прогрессия деген тақырып бар, яғни соның ішінде шексіз кемел геометриялық прогрессия бойынша бұны да дәлелдеп 1-ге тең екенін тағы дәлелдеп жатамыз. Енді шын мәнінде солай ма? Мысалға, енді қазір төмен классқа, яғни 5-ші классқа түсетін болсақ, мысалы көз алдарыңызда координаттық түзуді елестетіңіз. Координаттық түзуде 1 деген сан мен 0 бүтін периодта 9-ның екеуі нүктесі 1 ме сонда деген адамға сондай бір ой келуі мүмкін, дұрыс па? Яғни қазір координаттық түзу салайық. Түзуде бүтін санды бәріміз белгілей аламыз. Біз оң сандарды алайық, бүтін оң сандарды. Сосын 0-ді қосайық. 0, 1, 2, 3 деген сияқты. 4, 5, осылай кете береді, 6 деп. Жайлап, осындай координат түзуде біз сандарды белгілеп үйренеміз 5-ші класстан бастап. Бірінші натурал сандарды түсіреміз деген сияқты. Одан кейін арасына ондық бөлшектерді түсіреміз. Осын кәдімгі жай бөлшектерді түсіріп үйренеміз. Мысалы 2-ден 1 десе, уже білеміз, 0 мен 1-дің арасын ровно теңдей қылып 2-ге бөлеміз, оның дәл ортасын аламыз деген сияқты. 4-тен 3 десе, 0 мен 1-дің арасын 4 бөлікке бөлеміз, соның үшіншісін аламыз деген сияқты. Сондай, яғни мына әрбір бүтін сандардың арасын жайлап толтырып үйреніп келе жатырық та 5-ші класста. Соның ішінде енді адамға уже логикалық мынандай бір мәселе туындайды. 0 бүтін периодта 9 және 1, екеуі бір точкада орналасқан ба, бір нүктеде орналасқан ба деген сияқты. Ақылға салып қарасақ, екеуі екі жерде тұру керек, дұрыс па? Мысалға, біз ондық бөлшектерді қалай іздейміз? Сол ондық бөлшектер туралы кішкене сөйлесек. Мысалға, мына 2 мен 3-тің арасына бір кез келген жерде нүкте бүйтіп қойып қояйын. Осы нүкте қай санға түсті екен? Соны қалай білеміз? Енді бұл көзбен қарасақ, дәл ортасы сияқты болып көрінеді. Енді сонда да, мысалы не істейміз? Ол үшін 2 мен 3-тің арасын теңдей қылып 10 бөлікке бөлеге. Мысалға, соны санайық мысалы. Мына көк нүктеміз 2-ден кейін, мысалы 2-ден кейін тұр ғой. 2 бүтін болады, 2 бүтін. Сосын санайық. 2 бүтін 10 бөлікке бөлдік. Соның біріншісі, екіншісі, үшіншісі, төртіншісінен кейін тұр екен да. 4 пен 5-тің арасында орналасқан екен. Значит, 2 бүтін 10-нан 4, мына жер 2 бүтін 4. Сосын тағы да бір кішкене жылжуымыз керек болады. Мына точка 2 бүтін 4, мына точка 2 бүтін 5. Мына жерге зум болып үлкейтеге. Мысалы мынандай, міне.
мынау 2,4, мына жерде мынау 2,4 және 2,5 мына екеуінің арасын үлкейтіп жатырмын. Міне. Сол көк нүктеміз жобамен примерно мына жерлерде бір орналасқан, міне көк нүктеміз. Түсінікті ғой? Мына кесіндіні мына жерге зум болып үлкейтіп жатырмын. Енді 2,4 пен 2,5-тің арасын тағы да 10 бөлікке бөлейін. Соның ары қарай санасақ, 2,4 қой, міне ары қарай. Соның біріншісі, екіншісі 2 мен 3-тің арасында орналасқан екен. Яғни 2,4, ары қарай тағы да 1, 2-ге бөлім, міне 2. Әлі көк нүктеге түскен жоқпын, түсінесіздер ғой? 2,141, 2,142, 2,143. Мына жер 2,141, 42, то есть мына жер 2,143. Соның арасында орналасқан екен. Осыны тағы да бүйтіп зум қылып үлкейтсек, міне 2,142 және 2,143. Мына кішкентай кесіндіні тағы да үлкейтіп жатырмын сіздерге. Соң көк нүкте қай жерде орналасқан? Жауабын ала берейік, міне өз. Енді көк нүктені көріп отырсыз қай жерге түскен. Міне 2,142 ары қарай 421, 422, 423, 424, 25, 26 деп санаймыз, міне 426 и келесі 427. 426 мен 427-ның ортасында, арасында орналасқан екен да. Оның арасын тағы да өстіп үлкейтеміз. Сөйтіп қашан мына көк нүктеміз мына 10 бөлікке бөліп жатырмын, соның қайсына дөп түседі, сол кезде мына тоқтайды. Қашан мына көкке түсеміз, яғни 10 бөлікке әрқайсысын жаңа бөліп жатырмын, мына жерде 10 бөлікке бөлдім, мына жерге 10 бөлікке бөлдім. Мына көк нүктем екі таяқшаның арасына түсіп кетіп жатыр да, қайта-қайта. Сол енді ойлаңыздар, бір кезде ол көк таяқша мен қызыл таяқша бір нүктеге сәйкес келеді, сол кезде мына ондық бөлшегім тоқтайды ғой. Міне жайлап осылай, сонда мына бүтін сандардың арасы жайлап толығады өйстіп. Бұл мен рационал сандардың ішінде жүрміз әлі жоғарғы иррационал сандар бар деген сияқты. Солардың бәрін толыға береді екен. Енді мысалға жаңа 0 мына санымызға келетін болсақ, жаңа 0,99999 деп кете жатыр шексіз, міне. Сіздер ойлаңыздар, мына жерде жаңа бүйтіп 10 бөлікке бөліп тастағанда, бүйтіп 10 бөлікке бөліп тастаған кезде, мына жерде 0,10-9 тұр және 1 тұр. Осының арасын бүйтіп 10 бөлікке бөлемін. Мына жерде көк нүктеміз бар деген сияқты ғой, түсінесіздер ғой. Мына жерде бірге бір жақын жерде орналасқан, мына жерде бір көк нүктеміз бар. Соның арасын мына жерге тағы зум қылып үлкейтемін. Сөйтіп оның арасын тағы 10 бөлікке бөлемін, сөйтіп арасын тағы 10 бөлікке бөлемін. Мынау сөйтіп шексіз жалғаса береді. Яғни міне 0,9 және 1. Яғни ақылға салса екеуі бір нүктеде орналаспаған, дұрыс па? Яғни сіздер осы жерде қандай қорытынды жасар едіңіздер? Екеуі тең деп пе, әлде шынымен екеуі екі бөлек сан ба?